Бүгін мен ауылға ата енемнің ауылына барып үйін ақтап бердім. Негізі жаңа жылға барғанбыз ғой. Залды ақтау керек деді. Сосын жарайды деп. Ол ақтағанда известка емес, кәдімгі не ғой. Эмульсиямен ақтаған. Эмульсиямен етілген бұрын. Соны ақтай алмай жүр екен енем. Соны ақтап берші дегесін, соны ақтап бердім эмульсиямен, валикпен. Көптен ақталмаған ғой, анау әрең шықты ғой, 5 сағат ақтадым. Негізі болып қалған кезім ғой аяқ жағы. Сол кезде ғана түсірдім ғой видео. Сіздер оған дейін біздің каналға тіркеліп алыңыздар, комментарий жазыңыздар, қолдап кетіңіздер менің каналымды. Енем мен атамның ауылына жәнеге бардық жаңа жыл тойлауға, отбасымызбен, бала-шағамызбен, күйеуім бәріміз. 2-3 күн болдық жаңа жылдан кейін. Солай жүріп, демалып, қыдырып келдік. Бара салып, осылай бір күн ұйықтап тұрғаннан кейін ақтауға кірісіп кеттім. Солай ақтап, валикпен әрең зорға ақтап шықтым. Ұрық байған шықты ғой, шәшіріп. Полдың бәрін жаман шәшіріп қалды. Сосын төбесі ақталмайды, кәдесім не ғой, төбесі натяжный потолок қой. Сосын осының бәрін ақтап болғаннан кейін жудым. 2-3 рет жуған шығармын. Бірінші ғана ақтарын кетіріп алдым. Сосын қайтадан таза сумен жуып шықты. Одан қайтадан 3 рет жудық. Әйтеуір сөйтіп шаршап кеттім осыны жасап болғанша. Сол негізі біз Арқалық деген қалада, Көктау деген ауылда тұрады. Біз Қостанайдан бардық. Сіздер ақтайсыздар ма? Ақтау деген әктейді деп басқа жақтар сөйлеп айтады ғой. Мына кісі менің енем. Маған көмектесуге келіп жатыр ғой мына жерде. Кілемді шығарып бүктеп қойған. Нені мебельді шығаруға көмектесуге келген ғой, соны тартып әкетіп баратыр ғой. Әкетіп баратыр, ар жақта мен балаларым улап-шулап жүрген. Негізі мына видеоның дауысы болған, несі өшіріп тастадым, өйткені ар жағында енемдер кино көріп жатқан ғой, дауысын қатты қойып қойған. Соның дауысы естіліп тұр ғой, есікті ашқан кезде. Авторский права болып қалар деп өшіріп салып тастадым. Сосын озвучка жасап отқан ғой. Осылай әрең бірінші жоғарыларын істеп алам, сосын төмен жағын істейм. Эмульсияға су құйып арасында араластырып, осылай қайта жасайсың. Неткен сайын шашырап жерін бәрін бачыт қылып тастады ғой. Сол осылай арасында нетіп тұрам. Жаз кезінде, демалыс кезінде, балалардың демалысы кезінде де барып, 1-7-ге, 10 күнге өзіміз бала-шағамызбен барып, өстіп көмектесіп тұрамыз ата-енемізге. Бүкіл үйлерді ақтап, краскілеп азмыз ауылда. Шамалы видін келтіріп, не жасаймыз? Ремонт азмыз. Сол негізі менің күйеуім көп ағайынды ғой. 7 ағайынды, менің күйеуім үлкені, мен үлкен келінмін. Одан кейін 6 бауыры бар. Бір қыз, жалғыз қыз бар үйде. Мен күйеуімнен кейін бір қыз, содан кейін қалған 5 ұл. 6 ұл деген, сонымен 7 бала ұшым барлығы. Сосын үйде әлі кішкентай ұл бар, оқушы, 11 оқиды. Бірақ біздің ауылда немейді, 9 сыныпқа дейін ғана мектеп қой. Ол қалада Арқалыққа барып оқиды. Арқалықта 2-ші қайным тұрады, 89-шы ғой, сонымен бір сол үйінде жатып оқиды. Сосын үйде ауылда тағы көмектесетін үйдегілерге қайным бар, жаңа ауылдың акиматында не жұмыс жасайды. Не дейтін еді, бас маман болып жұмыс жасайды. 2002 жылғы ақтаған деген қайным бар. Сол не дейді, ауылда ата-енемнің қолында тұрады, әлі үйленбеген.
білмеймін, енді осы жаста ма келесі жылы үйленіп қалатын шығар. 26-27 жылдары. Үйленем дейді ғой, үйленесің ба десе, үйленем ғой сосын деп. Сол басқа бауырлары екі бауыр Астанада, сосын жалғыз қыз тоже торғай жаққа күйеуге шыққан. 4-5 бала шағасы бар, өзінің ата-енесі бар. Ол басқа жақта тұрады, біз Қостанайда тұрамыз. Сол арасында барып тұрамыз. Шамалы қол көмегімізді беріп, қолдан келгенше. Сол мына YouTube канал бастап, өзім жүргізіп жатқам ғой енді. Қолдап қойыңыздар. Қандай видеолар, ауылдан видеолар ма, ауылдан видеолар, контенттер ұнай, қызық па, қандай контенттер қызық сіздерге айтып жазып отырыңыздар комментарийге. Сондай салуға тырысамыз. Жаңағыда осыны ақтап болғаннан кейін күні. Осы күні подружкам бардым, сол жақта сол көрші, сол баня жақты, сосын сол үйге бастайын баняға түсіп аламын, барып баняға түсіп алдым, в общем. Сосын келесі күні жаңа дайындауды бастадық. Әйтсе тұрып, шай ішіп алғаннан кейін от жағып, пеш жағып, не істейміз? Біздің жақта жақта андай келіп тұрған газ жоқ. Газ бар, но баллонмен, дейма қалай? Таситын, андай бірге келіп нетеді, табиғи газ жоқ. Сосын пешке от жағып, нан, бауырсақ пісірдік, шәк, біраз нәрсе пісірдік. В общем, салаттар істедік, сөйтіп кешке дейін жаңа жылға дайындалдық. Сосын ауылда концерт болды, сосын концертке бардық. В общем, концерттен келіп, барлық отбасымызбен, арқалықтағы қайным бала шағасымен келді. Бәріміз қарсы алдық. Жақсы өткіздік. Сол сіздерде де осылай үй ақтап тұрасыздар ма? Әлде обой ма? Негізі бұрын мұнда обой болған. Мен 10 жыл тұрдым ғой осы ауылда, ата-енемен. Өзі алып тастадық ол обойды. Страшный қап-қара обой болған, бір қоңыр. Темный болып тұрады, сосын алып тастап, жай ақ қылышпен ақтап жүрдік. Сосын осындай қылып істеттік. Адам жалдап, бірінші қырып нетеді, өзіміз істедік. Өйткені қымбатқа шығады екен. Жаңағы черновой, чистобой жағуды бір кісіге істеттік. Каналымызға тіркеліп отырыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сосын бір кісі әйел адам істеді. Бірнеше күн, 1-7-10 күн бітіретін шығар деген соң, қайда бір істеген шығар. Әрең бітірді ғой сөйтіп. Жақсы, сау болыңыздар.